Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің арнама, видеома қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгінгі видеода міне өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. 24 сағат қызыл түсте деген видео болады. Сондықтан да мен өз киімімді қызыл түске ауыстырып алдым. Ал енді кеттік достар, өздеріңіз көріп тұрған мен енді тұрдым. Ал енді жуынуға барамыз. Мен күніге осы пенка мен осы скрабты қолданамын. Бүгін тек қана осы қызыл скрабты қолданатын боламын. Бұл қызыл түсті, сондықтан да оны маған қолдануға болады. Және де мен таңғы асқа қызыл алма жеймін. Бұл қызыл түсті, сондықтан оны маған жеуге болады. Және де кәдімгі қызыл шай. Бүгін демалыс болғандықтан және де мен қазір телевизор, яғни теледидар көріп жатырмын. Теледидардан мен бір кино көріп жатырмын. Ал енді теледидар көріп болғаннан кейін кездесетін боларсыз. Менің аталған сенің қарақшыларыңды да қоршау алды. Сондықтан қарсыласқаннан пайда жоқ. Ешқайсыңа аман қалмайсыңдар. Сен маған аман алып кетті. Мен оны қалай алдым? Достар, мен осы ағылшынды қолданамын, бұл қызыл түсті. Ал мына ағылшынды өзіме сатып алған едім, бірақ та бұл жасыл түсті болғандықтан оны қолдана алмаймын. Оны осылай қойып қойдым. Ал мына ағылшынды орындайтын боламын. Достар, мен ағылшынды оқып болдым. Примерно қазір сағат ровно 2 болып қалды. Қазір мен 3-те таңғы ас ішемін. Ой, сказ. Менің кілемімде қызыл түсті. Бұл помидор қызыл түсті, сондықтан оны маған жеуге болады. Достар, мен қазір дүкенге барайын деп жатырмын, және де менде қызыл және қызғылт екеуі де бар. Сондықтан мен осы қызғылтты таңдадым. Мына жерде мән бермеңдер, бұл өзінің модасы. Қазір сіздерге толықтай киіп көрсетемін. Біз дүкенге бара жатырмық. Біз дүкенге барамыз. Дүкенге келдім, өздеріңіз көріп тұрғандай өте бетім бәрі қып-қызыл. Себебі дала қаласында суық. Суықтығы соншалық қатты тоңып кеттім. Ал енді мен қазір кішкенеден өзімнің телевизордан бүгін сериал болады. Сол сериалды көріп, содан кейін жаттығу жасап, уже сосын сабақтарымды бір қатырып ұйықтайтын боламын. Себебі қазір сағат 6 болды. Және мен өзімнің өте керемет осындай сабақтарымды өттім, және де сіздерге оны көрсете алмадым, өте байланысты. Достар, бірақ та мен сіздерден өтінемін, тек қана менің ғана видеоға осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Лайкпен көп адам жинаса, міндетті түрде қызықты, бұдан да видеомды өте сапалы қылып түсіруге тырысамыз. Сіздердің әрбір жазған сөздеріңіз мен үшін маңызды, сондықтан да комментарийға жазып өздеріңіздің мақұлдарыңызды білдіріп отырыңыздар. Мен енді алда көптеген 24 сағат болып кеткен сағат түсірген әртүрлі видеолар түсіретін боламын. Тіпті олардың сапасы мына видеоға қарағанда жоғары болуы мүмкін. Сондықтан да телевизордан ғана осы видеоға лайк басып ұмытпаңыздар. Ал енді достар, қазір сағат 8-17 дала өте қараңғы, сондықтан мен свет жақтым, өзіңіз көріп тұрады. Ал енді мен жаттығу жасап ұйықтайтын боламын. Негізінен мен және де кешкі асты іштім. Енді оны көрсете алмадым, телефонымды зарядқа салып, зарядкаға тұрдым. Бірақ та келесі видеода одан да сапалы қылып түсіруге тырысамын. Ал енді жаттығуды жасап ұйықтайтын боламыз. Сау болыңыздар.